Ақберен елгезек, болмаған балалық шақ. Сіз мені анасын сағынбайтын жетім қозы тасбауыр деп ойлап отырсыз. Дәл осы жерде оңбай қателестіңіз. Баласын сағынбайтын ана болған мен, анасын сағынбайтын бала болмайды. Өйткені пендесінің кеудесіне Тәңір өмірдің ұлы демін анасының жатырында үрлеп тірілтеді. Тіршіліктің ләззаты мен қиыншылығын алғаш рет анаңыздың алтын құрсағында сезе бастайсыз. Дүниеге келесіз. Алғашқы азығыңызды да анаңыздың бойынан аласыз. Құрсақта басталған ана мен баланың байланысы мәңгі үзілмейді. Ол көрінбейтін тылсым жіп секілді екеуіңізді бір адам қылып байлап тастаған. Өкінішке орай тағдыр тәлкегімен анаңызды ұмытуыңыз мүмкін, бірақ сіздің жаныңыз, қайталап айтам, сіз емес жаныңыз, анаңыздың жанымен үнемі бірге болады. Мен анамнан ажырап Шұбартауға кеткен күннен бастап сол тылсым құдіретті байланысты жан тәніммен, баланың тап-таза тұп-тұнық жүрегімен сезіп үлгергем. Несін жасырайын? Түні бойы сол бір ең жақын адамымды сағынып, жастығымды түні бойы жасқа шылап шығатынмын. Сағынышым күннен күнге деп, кейін менің бойымнан бір секундқа да ажырамаған ұлы рухани депрессияға алып келді. Мен анамды сүйем, бірақ ол маған келмеді. Әдеттегідей қойдан кеш келіп үйге кірдім. Босағада біздің үйдің емес, басқа бөтен әйелдің аяқ киімі тұр. Әдемі топылай, әппақ. Шетінде әдемі гүлдің суреті бар. Біреу құлап, біреу тік тұрған қалпы әлі көз алдымнан кетпейді. Тұмсығы шүкір ортасы жуандау болатын. Сағыныштан сарғайып жүрген санамда мама деген сөз найзағайдай жарқ ете қалып, көз алдыма мейірімді анамның бейнесін әкелді. Ендіге үйге кірдім. Маған арқасын беріп, жеңгеммен шәй ішіп, бір әйелі отыр. Дене пошымы менің анам ұқсас, шашы қоңыр, бояласа. Анамды көрмегелі аттай 3 жыл өтті. Сол келді, сағынған екен ғой. Оны жек көре бастаған өзімді кінәлап. Мен іздемейтін несі деп кінәлап жүрген, әй мен де ақмақпын ғой деп қоям. Түсінікті емес пе, қалаң жібермеген оны. Оның үстіне маған келетінің қаражаты да жоқ шығар. Бүгін келді ғой. Барлық өкпен азымды ұмыттым. Мен оған керекпін. Анам келді, мен үшін. Ура, мамам келді деп әлгі шәй ішіп отырған кісіні құшақтай кеттім. Бісміллә, ойбай, мынасы кім? Жібер деп. Шешем басқа біреу деп ойлап қалған болу керек. Менің қолымды қайырып жатыр. Мен осындай күшті, үлкен боп өсіп кеткенімді білмейді ғой. Қазір көргенде қуанат деп, қуаныштан жұмылған көзімді ашпай еркелеп тұрым. Әй Ғалия, мұны қайның жынды ғой. Аққош, жібер, ұят болады. Басыңнан күн өткеннен саuma деп жеңгем маған айғай салды. Мен осы кезде ғана көзімді аштым. Жүрегім дір етіп тоқтап қалды. Бірнеше секундқа. Әлгі әйел менің анам емес, көрші ауылда тұратын біздің құдағиымыз. Сүріне қабына сыртқа атып шығып кетіп, біздің қораның артынан басталатын ұлы даланы басыма көтеріп, еңіреп қаша жөнелдім. Қорада жүрген адамның әй, не боп қалды деген сөзі құлағыма жетті. Оған да қарағым жоқ. Адамдардан, мына ауылдан, жеңгемнен, ана сарық қарын құдағимыздан, өмірден,
өзімнен бәрінен безіп, ақырып жылап келем. Қанша қорлық көрсем де, қайтпай, қайсарланып тұрушы едім. Бұл менің адам құсап, алғашқы шер тарқатып жылаған күнім еді. 16 жастағы ат жалын тартып мінетін жігітпін, ұялғам жоқ. Өйткені жыламасам, жүрегімнен ұят. Қайда барғаным, не істегенім есімде жоқ. Таңертең атам мені әкемнің моласынан тауып алыпты. Зираттың есігін ашпастан, бейітке сүйеніп, ұйықтап қаппын. Осы оқиғадан кейін анамды күтуді доғардым. Ал жүрегім сағынуды қоя алмады. Кейін ер жетіп, анама жолыққан кезімде ол маған ай сайын хат жазып тұрғандығын айтты. Бірақ мен ол сөзге сенгем жоқ, сенгім де келмеді. Себебі мен балалық шағымда ұмытқым келген.